басымызға состав жап қойдық шашта. Сіздерге бір әңгіме айта отырайын, 15 минут күту керек. Жақында художниктан, кәсіби суретшіден суретке тапсырыс бердім. Бірінші искусственный интеллект арқылы салып алдық. Одан кейін ол кісі қазір қағазға түсіріп жатыр. Ең соңғы нәтижені күтіп отырмын. Өте қызық тәжірибе болды өзім үшін. Өйткені бұрын соңды өзім де ондай сыйлық алып көрмеген екем, бірақ өте әдемі екен. Теперь я хочу такие подарки. Кәдімгідей қолдан салынған, эксклюзив, әдемі салынса. Бұл да бір өнер екен ғой. Ондай өнер енді өте жоғары, терең өнер сияқты, ондайды бағалау керек. Әрбір адам түсіне бермейтін. Сол бір кісіге бүгін сыйлай. Искусственный интеллект демекші, жаңағы көп парақшалар жалған менің атымнан ашылған, барлығы мені блоктап тастаған, мен оларды көре алмаймын. Бірақ олар искусственный интеллект арқылы менің кез келген видеома андай басқа текст қойып, солай жарнама жасап жүр екен. Это очень страшно, и мен болашақта не болады, мына искусственный интеллект дами беретін болса, өйткені ана жерде көп адамдардан да көрдім, ондай жағдайды көп блогерлардан да көрдім. Сөзбе-сөз бір дұрыс айтылып тұрған, сол кісі айтып тұрған сияқты. Қорқынышты. Сол ерекше алға қарай дамығандығымыздың кері сондай әсері де бар. Білмеймін, соттайын ба, не істеймін айтыңыздаршы. Біреу айтыпты, сіз ана кім бір блогер сияқты барып, ұстап алып, тауып алып, видеоға түсіріп, кешірім сұратып халықтан солай жасаңыз деп. Оған да қанша ресурс, қанша уақыт керек.